Білгіш үкі ертегісі. Баяғыда бір орманда ақылды, білгіш үкі өмір сүріпті. Үкі бәрін, тіпті одан да көп білетін. Еш нәрсемен таңғалдыруға болмайды екен. Кез келген жаңалықты ол құлықсыз тыңдап, үнемі былай дейді екен: мұның бәрін мен осыдан 20 жыл бұрын білгенмін. Сен білесің бе? Деп біреулер сұраса, баяғыдан білемін. Басқа жаңа бірдеңе айтсаңшы, тіпті керемет оқымыстылардың өзі. Үкі оларға сұрақ қойғанда, өздерін ақымақ сезініп қалады екен. Сен білесің бе? Деп сұрайтын олардан үкі. Нені? Деп таңғалса, ештеңені де білмейсің, біле алмайсың. Тіпті сенімен сөйлесудің қажеті де жоқ, деп жауап беретін болыпты үкі. Одан бір күні үкі орманда ештеңе білмейтін тышқанның баласының өмір сүретінін біліп қалыпты. Мынау не деген жаңалық? Деп үкі алғаш рет өмірінде таң қалады. Мұны тіпті мен де білмейді екенмін ғой. Үкі сол ерекше тышқанды көрмекші болады. Оны ұзақ іздейді. Көптеген тышқанның балаларын аулап жүріп, әрең дегенде өз інінің жанынан білмес тышқанды кездестіріп қалады. Ол тышқанның баласын ұстап алмақшы болғанда, тышқан зып беріп ініне кіріп кетеді. Бұл әлемде не бар, не жоғынан хабарсыз. Дым білмес тышқан сенсің бе? Деп сұрайды үкі. Білмеймін, дейді тышқанның баласы. Сен бірақ үкілердің тышқанның жейтінін білесің ғой? Деген үкі одан сайын сұрақ қоя бастайды. Білмеймін, дейді тышқан тағы да. Онда неге менен жасырынасың? Дейді үкі. Сен мені жеп қоймайық үшін, дейді тышқан. Яғни сен бірдеңе болса білесің ғой? Алдама, депті мені үкі. Мен бір нәрсені қана білемін, дейді тышқанның баласы. Олай болуы мүмкін бе? Деп таң қалады үкі. Бәрін білетін үкі едің ғой. Қалайша білмей қалдың? Дейді тышқанның баласы. Осылай, дейді тышқанның баласы, інінен шықпай қояды. Мен сені бәрібір ұстаймын, депті үкі одан кетер ашуланады. Содан кейін маған бәрін түсіндіріп бересің, деп үкі ағаш қуысында ұзақ ойға батыпты. Ары ойланып, бері ойланып, тышқанның баласының сөздерін түк түсіне алмапты. Сәл қараңғы түссе болды, үкі тышқанды аулауға шығады. Өйткені ол тышқанның білмеу себебін сұрағысы келді. Ал тышқан болса, 7 қат жердің астына кіргендей жоғалып кетіпті. Содан бері үкі қараңғы түссе болды, тышқанды іздеп, ук деп терең күрсіне көрінеді. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңдар.